Сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Бүгін осындай әдемі ажат шербанның тігілу жолын бөлісетін боламын. Осы мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Бүгін сіздерге осы екі түрлі матадан. Бұл матаның аты органза. Өте әдемі тұрады баста. Чуан тігетін боламын, жазда бастан тиретпейді. Ол үшін маған керегі. Мен бүгін мына цветті тігетін боламын. Березовый цвет. Маған керегі резинка. Лента, қайшы керек болады, жіп керек болады. Ал ісімізді бастайық, жұмысымызды бастайық. Маған матамды бірінші осылай өлшеп аламын. Мен үстің жағын екі қабаттап, астыңғы бір қабат ететін боламын. Астыңғы жағын кішкене резинка қойып тіккен, сол жерді кішкене үлкендеу аламын. Әйтпесе былай үлкендеу аламын астыңғы жағын. Сіздер екі қабаттап тіксеңіздер болады, или астына басқа материал қойып тіксеңіздер де болады. Мен аны екі бүктеп тігетін боламын, екі бүктеп. Осы астыңғы жағын үлкендеу аламын. Енді бұны өлшеп алатын боламыз. Ұзындығы маған 48 сантиметр. Осылай өлшеп алдым. Енді маған үстің жағын біріктіріп, үстіңгі матаны біріктіріп, қақ ортасын өлшеп аламын. Қақ ортасы маған 24 сантиметр. 24 сантиметр өлшеп аламын. Сол аралықты белгілеп аламын. Мына жақты да дәл солай белгілеп алатын боламын. Енді 28 сантиметрдің дәл ортасын тауып аламын. 28 сантиметрдің қақ ортасы 14-ке бөліп алатын боламын, екі жағында бірдей қып. Енді тура өлшеп алып ортадан апарып мен екі шетінен 8 сантиметрді ортасını белгілеп аламын. 8 сантиметр белгілеп аламын. Екі жағынан да. 8 сантиметр өлшеп алдым. Енді осы аралықты доға етіп қосып біріктіріп аламын. Доға етіп сызып аламын. Осылай өлшеп сызып алдым, міне. Мынау астыңғы жағын кішкене бір қиып өтем. Мынаны алып қоя тұрамын. Астыңғы жағын сантиметр етіп қиып алдым. Енді осыны өткізіп алатын боламын. Енді тігіп алғанымды матама қондыратын боламын. Екінші матаға
Бұның 10 бетін бір-біріне қаратып, негізгі матамды 10 бетін бір-біріне қаратып аламын. Осы қаратып алдым. Оған мынаның 10 бетін астыға қаратып, 10 бетін астына қаратам да, екі шетінен мына жерге мен түйреуішпен түйреп алатын боламын. Түйреуішпен түйреп аламын. Дәл солай екінші жағында түйреуішпен түйреп аламын. Сонда дұрыстап тігілетін болады. А то бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болып кетеді. Осылай белгілеп алдым. Енді де тігіп шыққан матамды барлығын осылай қойып, бұларды түйреп аламын. Қазір артық жерін қиып алып тастаймыз. Мен зигзагпен тігіп аламын. Барлық жерді түйреуішпен түйреп қойдым. Енді осы аралықтағы тігіп шығамын. Жиырма 3 сантиметр етіп резинкамды қиып алдым. Енді дәл шетінен бастап резинкамды, мен әже резинка тігіліп тұр ғой, не көріп тұр, соның жоғары жағынан қоям. Резинканы қойып тұрып, шетінен тартып отырып тігіп алам. Бірінші шетіне осылай. Енді матамды тартып, бүктеп қайырып отырып, байынан резинкамды тартып отырып, мәшінемен осы аралыққа дейін тігіп аламын. Дәл осылай екінші жағында түйреп аламын. Жоғарыдан бастап, не көріп тұр, резинка таққан жер астына кішкене көтеріп. Енді тура қақ ортасын өлшеп алам, резинкамның. Матамның да қақ ортасынан тауып алам, дәл ортасын тауып алам. Осыған резинкамды тура ортасына тағы да түйреп аламын. Ұзындығы 60, ені 6 сантиметр қиып алатын болам. Ені 6, ұзындығы 60.
тура ортасынан бөліп аламын. Теріс жағын қаратып, оң жағын ішіне қатып, екі матамды тігіп шығатын боламын осыны. Тігіп алған мына лентамды тура тігістің екі ортасының шетіне тігіп алатын боламын. Ішке айырып, осалып тігіп аламын. Шетін тігіп алдым. Енді тігіп алған жерімді осы былайынан ақырын өріп шығатын боламын. Тігіп алдым. Енді ине жіппен арасын ашып тұрып, әрбір жерінен тігіп шығатын боламын. Арасын ашып, әрбір жерінен білдіртпей тігіп шығатын боламыз. Араларын ашып